Кітапшалардың ішкі бетінде Атамұра деген таңбалы жазу тұр. Бұл Қазақстанның кітап пен полиграфия өнімдерін шығару нарығына тұңғыш жекеменшік баспа Атамұра қосылған аяқтайтын айшықты таңба екен. Баспаны құрған азамат әкесінің өзіне 30 жасқа толуына сыйлаған автокөлігі мен әупірімдеп қолы жеткен пәтерін кепілдікке қойып, банктен 1 миллион кеңес сомын несиеге алыпты. Барлығымызда мектеп кезінде оқулықтар болғаны анық. Математика, география, қазақ тілі, әдебиет. Одан қалса мектеп кітапханасынан Шерағаңның, Оралханның, Әзілхан Нұршайықов, Айтматов, Әуезовтердің кітаптарын оқып өстік. Бірақ сол кітаптар қайдан келіп, кім шығарып жатыр деп бірде-бір рет ойланғанбыз. Ал бүгін достар, сол сұраққа жауап берер сәт туып отыр. Жоғарыда атап өткеніміздей, еліміздегі тұңғыш жекеменшік баспа бұл Атамұра. Бүгінде Атамұра корпорациясы, полиграфия комбинаты, жабдықтау кәсіпорны және 50-ден астам кітап үйлерінен тұратын деңгейге жеткен. Бірақ осының барлығы қалай басталды? Оны бүгін білетін боламыз. Баспаны құрған азамат Рахымғали Құлмұхамед Абрарұлы әкесінің сыйға тартқан көлігі мен пәтерін кепілдікке қойып, несиеге банктен 1 миллион сом көлемінде ақша алады. Артынша кітаптар шыға бастайды. Бірақ та кітаптың өз машақаты бар. Ол кітапты сату және тарату мәселесі еді. Алматыдағы санаулы қызметкер 18 жоғарғы оқу орнының студенттерінің кітаптарды бума-бума қылып тастап кетеді. Сөйтіп студенттер оның үстіне аздаған тиындар қосып өткізе бастайды. Нәтижесінде кітаптар жедел қолдан қолға өтіп сатыла бастайды. Ол уақытта бір кітаптың құны 19 сом 50 тиын болатын. Бірақ мемлекет қосатын салық пен тауарды жеткізу және сатуды қосқанда 32 сомға шығады екен. Бірақ та соған қарамастан сапасы өте төмен ресейлік кітаптар 100 сом еді. Атамұра баспасы 1992 жылдан бастап жұмыс істейтін баспа. Бұл баспада көбіне оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар, ғылыми көпшілік, көркем әдебиеттер, энциклопедиялық басылымдар шығады. Біздің Әл-Фараби кітапханасының сөресінен өзінің орнын алған Атамұра кітапханасы сериясымен шыққан Мұхтар Мағауиннің Қобыз сарыны сияқты, Шерхан Мұртазаның Соғыстың соңғы жесірі, Жүсіпбек Аймауыттың Ақ білек, тағы да басқа мына өздеріңіз көріп тұрсыздар, көптеген кітаптар бізде бар. Бұл кітаптар Атамұра кітабының сапасы өздеріңіз білетіндей өте жақсы. Онда көптеген кітаптар басылып шығады. Соның ішінде әсіресе мектеп оқулықтары, Қазақстанның классикалық ақын жазушыларының кітаптары, атап айтатын болсам, Нұрпейісовтің кітабы, Мұхтар Әуезов жазушыларының туындылары осы Атамұра баспасынан шығады. Және сонымен қатар анықтамалық, мысалы Абай энциклопедиясында осы Атамұра баспасынан шыққан мынау Шоқан уәлиханов атындағы тарих институтында 5 томдық Қазақстан тарихының орны ерекше деп айтам. Негізінде осы Атамұра баспасынан шыққан кітаптарда өте қолжетімді, сондықтан оларды өте жиі сұрайды. Менің ойым, Атамұра баспасы өзі, баспаның өзі айтып тұр ғой, жаңағы Атамұра деген сөздің өзі үлкен бір мағына білдіреді негізінде. Сондықтан осы баспаны Баспа мектеп оқулықтарынан басқа мемуар жанрын көпшілікке ұсынуды ойластырды. Алғаш автор Исатай Әбдікәрімовтің "Көп екен, көргенімнен көрмегенім" атты естелік кітабы. Кеңестік жоғарғы шенінде қызмет еткен, көпшілік есінен шыға бастаған тұлғаның бұл кітабын шығару баспаға үлкен абырой алып келді. Атамұра баспасы мектеп оқулықтарын шығарарда орасан зор еңбек еткен. Бұл аса маңызды жұмыс еді. Себебі олар кітапты шығарып қана қоймай, оның ішіндегі мазмұнына дейінгі жауапкершілік мойындарында болған. Тұтас бірнеше толқынның білімі мен тәрбиесі нақ осы кісілердің қолында еді. Баспа оқулық, естелікпен ғана шектеліп қоймай, қазақ көркем әдебиетіне де аяқ басты. Алғашқылардың бірі болып, Шерағаңның Қызыл жебе эпопеясының 5-ші тамық кітабын шығару еді. Кейін журналист Қайым Мұнар Тәбидің Қайсар рухты қазақ кітабын 94 жылы жедел басты. Если уже говорить конкретно про само издательство, обложки, какие у них качества и качество книг, то, конечно, как сотрудник я могу уверенно сказать, что они на высоком уровне. Потому что я своими глазами увидела, убедилась, сколько этапов проверки проходит текст, как много работают и думают над обложкой и так далее. И можно сказать, один из самых больших плюсов издательств корпорации Атамура в том, что у них очень доступные цены, потому что они собственный продукт, собственную книгу продают в собственных магазинах. И поэтому, если сравнивать с другими издательствами, с тем же, которые, допустим, ту же классику, что они продают в Меломане, в Атамура можно найти по намного более дешевым ценам, но по качеству он не будет уступать, возможно, даже будет лучше, потому что, учитывая вышесказанное,
работают в основном профессионалы своего дела. Поэтому и можете быть уверены в качестве продукта, то есть книги. Баспаның тағы бір ұтқан тұсы бұл энциклопедия шығаруы. Атамұра баспасының кемелдені бастағанын аңғартатын көрсеткіш энциклопедиялар шығаруы. Бұл анау-мынау ұжым тәуекел ететін әрі қолынан келетін іс емес. Алдымен әліпби бойынша бүкіл тақырыптарды тізіп алу керек. Энциклопедияның қамтуы тиіс тақырыбының біреуі ұмыт қалса, онда бүкіл еңбектің еш кеткен. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын, жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Атамұра баспасының еліміздің дамуына баспа ісінен бөлек қосқан үлесі орасан зор. Баспа президенті 2013 жылы Дидар газетінде Думан Анашқа берген сұхбатында Біз 20-ға жуық айтысқа демеуші болып, 20-ға жуық көлік тарту еттік. Одан еш жаман болғанымыз жоқ. Ал екіншісі қазақша күрес. Атамұра баспасы қазақша күреске өз қаражатынан 2 рет Қазақстан чемпионатын, 1 рет әлем чемпионатын өткізіп, ол жерде де өз көліктерін тарту еткен. Жарыс Алматы, Астана қалаларында өтіп, жеңімпаздарға тағы да көлік сыйға тартқан. Тіпті кешегі су тасқыны кезінде де Атамұра шетте қалған жоқ. Атамұра баспасының Қазақстан баспа ісін дамытудағы, ұлттық кітап ісін дамытудағы, ұлттық руханиятын дамытудағы рөлі өте зор. Себебі Қазақстан баспасы бізде 1992 құрылған кезде қазақ баспа ісі тарихындағы жекеменшік баспа ретіндегі ең тұңғыш құрылған баспа. Сонымен бірге ол тек қана мектеп оқулықтарын ғана басып шығармайды, ұлттық руханиятындағы белгілі қаламгерлерінің кітаптарын шығарумен айналысады. Бір ғана мәселен Атамұра жаңағы кітапханасы деген сериясы бар ғой, мектеп кітапханасы деген сериясы бар. Сол кітапханадағы жарияланған кітаптарды қарайтын болсаңыздар, шынымен де ең соқталды сүбелі деген жастар оқыса да, болмаса көпшілік оқырманға арналған ішіндегі керемет туындылар, жарыққа шыққан шығармаларды соған куә бола аламыз. Сондықтан Қазақстан баспа ісіндегі Атамұра баспасының даму жолын көптеген баспаларға үлгі ретінде, өнеге ретінде ұсына аламыз. Қарапайым мен кейбір кезде осы отандық және шетелдік баспасын салыстырмалы түрде айтып жүрген кезде, осы мен Атамұра баспасының Еуропадағы баспалардың ішіндегі Франция кітапбасы үсімен салыстырмалы түрде алып қараймын. Өйткені оның сапалы басу түріндегі, сонымен бірге біздің жаңа сапалы кітаптар шығару, ондағы дизайндар, ондағы баспадан шыққан өзінің Атамұра баспасы деген сауда белгісіне иелік ету, оның танымалдығын арттыру, яғни баспа ісіндегі менеджментте, маркетингте үлкен бір бастау болғанымен қоймай, сол баспа саласындағы үлкен полиграфиялық ірі өндірістерге иелік ету, сапалы басу түрлеріне иелік ету жағынан да Атамұра баспасы көптеген баспалардан оқ бойы озық тұр. Бүгінде елімізде 300-ден астам баспахана жұмыс жасайды. Олардың барлығы халықтың сауаттылығын көтеру жолында аянбай еңбек етіп жүр. Бірақ 1992 жылдың қиында қитарлы заманынан бері үздіксіз шығып келе жатқан Атамұра баспасы, баспалардың атасы, халықтың асыл мұрасына айналған. Сіздермен бірге болған Закиров Омар Жүнісұлы.